Сәлем достар, сіздермен миссис Мадина. Біз бүгін ағылшын тілінде сөйлем құрап үйренетін боламыз. Дайын болсаңыздар, кеттік. Ағылшын тілінде сөйлем құрау үшін белгілі бір ереже бар, яғни құрылым бар. Мысалы, қазақ тілінде бір сөйлем алып көрейік. Мен пиццаны жақсы көремін. Жақсы көремін мен пиццаны. Пиццаны мен жақсы көремін. Жалпы сөздердің орнын қанша ауыстырсақ та, мағынасы өзгермейді. Бұлай айтсақ та дұрыс, бұлай айтсақ та дұрыс. Ал ағылшын тілінде белгілі бір құрылым бар. Бастауыш, яғни баяндауышпен қатар жүреді. Затес мен етістік қатар жүреді. Олардың арасына еш нәрсе қоймаймыз. Ең алдымен сіздермен бастауыштармен таныс болайық. Олар көбінесе бізде жіктеу есімдіктер, иә? Менен кейін міндетті түрде қайталап, есіңізде сақтап отырыңыз. I, мен. Байқасаңыздар, бұл сөз, бұл жіктеу есімдігі үнемі бас әріппен жазылады, және сіздер де үнемі бас әріппен жазыңыздар. You, сен немесе сіз. You. Ағылшын тілінде сен, сіз деп бөлінеді, екеуі де you. We, біз. We, біз. They, олар. Олар. He, ол, бірақ ұлға айтқан кезде қолданамыз. He. She, ол, бірақ қызға қолданамыз. Және it. It. Бұл жансыз заттарға қолданылатын есімдіктің түрі. Сонымен қатар мен, сеннен басқа бүкіл адамның аттары, яғни Мадина, Арман, Асем, Алмаз, осы сөздердің барлығы бізде бастауыш, иә? Ал енді сіздермен 10 ең көп қолданылатын етістіктерді жаттайық. Содан кейін бастауыш пен баяндауышты бір-біріне қосамыз. Work, жұмыс істеу. Sleep, ұйықтау. Drink, ішу. Eat, жеу, тамақ жеу. Like, ұнату. Read, оқу. Speak, сөйлеу. Dance, билеу. Want, қалау, яғни орыс тіліне аударсақ хочу. Want. Және ең соңғы сөз decide, шешу. Ал енді біз бағана жаттаған есімдіктермен, бастауыштарды, баяндауыштармен бір-біріне қосайық. Мысалы, мен жұмыс істеймін. I work. Сен немесе сіз ұйықтайсың. You sleep. Біз ішеміз. We drink. Олар жейді. They eat. Ағылшын тілінде барлығы осылай оп-оңай жасалса, онда ағылшын тілін барлығы меңгеріп алатын еді, иә? Бірақ бізде кішкене бір ерекшелік бар. He, she, it. Яғни адамның есімдерін айтқан кезде, сонымен қатар he, she, it. Осы үшеу бізде тоқалдан туғандар. Бұлар ерекше жасалынады. Яғни ол ұйықтады, Арман жеді, Арман ішті, немесе Асел өлең айтты деген сияқты осындай ол деген есімдікті қолданған кезде біз барлық етістіктерге s жалғаймыз. Мысалы, ол оқиды. He reads. Read деген, оқу деген етістікке біз s деген жалғауды жалғадық. Сонда ол оқиды. He reads. Ал енді адамның атын айтып көрейік. Арсен сөйлейді. Сөйлеу speak и Арсен. Бізде Арсен ол болғаны үшін, үшінші жақта болғаны үшін біз s жалғаймыз. Сонда Арсен speaks. Егер мен сөйлеймін болса, I speak. Егер Арсен сөйлейді болса, Арсен speaks.
үшінші жақта барлық етістіктерге S жалғаймыз, жарайды ма? Алма билейді. Алма dances. Алма dances. Ал енді мысық ұйықтайды деп айтып көрейікші. Мысық тоже бізде ол, яғни it деген есімдіктің орнында. A cat мысық. A cat sleeps. A cat sleeps. Егер біз a cat sleep деп айтсақ, онда ол қате болады. Барлық үшінші жақтың есімдіктеріне біз S жалғаймыз. A cat sleeps. She decides. She decides. Ол шешті. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, ағылшын тілінде сөйлем құрау үшін бастауыш пен баяндауышты қосып жүреміз. Олардың арасына еш нәрсе қоспаймыз. Мен сөйлеймін. I speak. Егер ол деп айтатын болсақ, he, she, it және бүкіл адамның аттары, мысық, адам, жануарлардың аттарын барлығында біз үшінші жақта S жалғаймыз. Сонда she speaks. She dances. Алмаз sleeps. Бүгінгі сабақ сіздерге толық түсінікті болды деп ойлаймын. Ал енді жаттығу мақсатында міндетті түрде осы 5 сөйлемді комментарийге аударып кетіңіз. Сіздермен болған миссис Мадина. Goodbye.